Так, окей, барлықтарына сәлем. Мына талдау 290 лайк жинаған соң келесі талдауды шығаратын боламын. Құрметті рахымсыздар кереметтей 11 сынып оқушылары. Көбіне элит топ қарайды бұл сабақтарда, сондықтан молодец. Қалғандарына керек емес бұл. Кеттік. Students who don't live at home often live in a hall of. То есть үйде тұрмайтын студенттер әдетте өмір сүреді қай жақта? Hall of house, hall of apartment, hall of residence, hall of hotel. Әрине hall of residence дегеніміз жатақхана. То есть жатақхананы біз ағылшын тілінде екі түрлі айтуға болады. Біз айтсақ болады dormitory деп айтсақ болады. Немесе hall of residence деп айтсақ болады. Екеуі бір-біріне сонда не? Екеуі бір-біріне сонда синоним. Так, келесі. Name the job according to the definition. Does people's hair. Адамдардың шашын алады. Mechanic, nurse, hairdresser, photographer. Әрине, hairdresser адамдардың шашын алады. Келесі. The correct verb forms. What you want to do this afternoon. Does you болмайды. Не сен істегің келеді. Сонда болымды болады, мынандай don't болмайды. Болымды болады, міне do. Осы бір жауабы дұрыс. I would like to go to the new shopping mall. Бәрі дұрыс, бір жауабы дұрыс. Келесі. The right quantitative pronoun. There are flowers in the vase. Flowers бізде міне саналады. Are бізде болымды сөйлем. Any болымсыз сұраулы сөйлемде nothing және something quantitative pronoun емес, quantifier емес. Сондықтан осы some деген жауап дұрыс. Some бізде болымды сөйлемде жүреді. Some саналатын, саналмайтын зат есімдермен жүре береді. The correct past sentence. Why were his parents angry with him? То есть неге оның ата-анасы оған ашуланды? He won't study enough. То есть бұрында неге ашуланды? Өйткені ол бала шақта оқымайды. Өйткені ол оған дейін оқымады. Өйткені ол қазір оқымай жүр. Өйткені ол бұрыннан қазірге дейін оқымай жүр. Ұрысты оған бұрында ұрысты. Ұрысу ол бұл жақта ұрысты оған, өйткені ол ұрысқанға дейін бір нәрсе істеп қойды. Ұрысты past simpleге дейін бізде past perfect. Сондықтан бізде міне бір жауабы дұрыс. И плюс біз білеміз past perfect ережесі бойынша бір нәрсе бұрында болды және кейін оның нәтижесі көрінді. Ол бұрында сабақ оқымады, кейін нәтижесі ретінде мама папасы оған ұрысып берді, ашуланды. Так, the correct adverb of degree. That's an expensive laptop. Rather, quite, enough, to. Enough және to артикльдермен жүрмейді. Мына жақта артикль бар ғой. Quite. Артикль quite'дан кейін келеді. Quite an expensive laptop. Quite an expensive laptop болу керек. Соқтан ол да қате. Соқтан rather деген жауап бізде дұрыс. That's a rather expensive laptop. Осыға жауабы дұрыс. Келесі. The correct relative adverb Boxing Day is the day people watch a lot of TV on sport. То есть Boxing Day бұл күн адамдар кино қарайды. То есть қашан адамдар кино қарайды? Boxing Day, спорт қарайды. Қашан қарайды? Boxing Day болған кезде. Сол күні, кезде. Ол міне осы when деген болып табылады. The correct clause of result. There are museums in Athens. So many, so much, such are such. Museums көпше саналады. Соқтан much бізде болмайды. Are екі рет ондай болмайды бізде. Екі болмайды. Such museums ол мақтаған кезде, мына жақта нақты айтқысы келіп жатыр. То есть мен олардың барлығына бара алмаймын. Олар соншалықты сондай көп. Соқтан осы жауап бізде келіп тұр. Д жауап ол сондай музейлер. Әлде соншалықты
көп музейлер. Қайсы сендердің ойларыңша дұрыс? Әрине сондай көп музейлер. Modal verb for prohibition. Prohibition деген тыйым салу. Тыйым салу модальды етістігі, ол бізде mustn't. Ол бізде mustn't аудармасы тыйым салу болып табылады. You mustn't attend the staff meeting today. The correct abstract noun. The project has been a success thanks to the of all our staff. Жоба сәттілікпен жоба сәтті болды. Рахмет бүкіл біздің команданың dedication ұмтылысына, deception. Так, давайте сөз аударып берейін. Ұмтылыс, құлшыныс, deception алдау, decoration безен, безен ғой, короче, безендірілетін заттар, deduction ол тұжырымдар, осылай айта салайық, тұжырым. Әрине, рахмет біздің команданың ұмтылысына, dedication ұмтылысына рахмет. Так, the right direct speech. Qanat said that he had been studying for his school exams. Мына жақта міне тырнақша сыртында бізде past perfect continuous, то есть тырнақша сыртында continuous, міне а жауап болмайды, и д жауап болмайды. Continuous бізде екеу, міне с жауап present continuous, б жауабы past continuous. Past perfect тырнақшаға кіргенде ол бізде немесе past simple болады, немесе present perfect болады. Ну и плюс continuous. То есть past continuous, present perfect continuous. Осы екі жауаптың біреуін іздейміз. Міне бізде past continuous тұр. Б жауабы дұрыс. Present continuous болмайды. Present perfect continuous бола алады, я. Оны мен түсінемін. Present perfect continuous. Past continuous болмайды. Honest, I wasn't expecting him. Қатып қалған сөз тіркесі to be honest. To be honest. To be honest, шыншыл болсам. I wasn't expecting him to pass. Я осы бір жауап дұрыс. Вот әдем болар еді, егер барлығы to be болғанда, екіншісі to pass, passing, passed болғанда кәдімгідей қадалатын сұрақ болушы еді. Атақ бәрі біледі to be honest екен. And the correct quantifier, have almonds if you want a quick snack. Almonds саналады көпше, соқтан матч деген болмайды. Сөйлем болымды, many көбіне болымсыз сұраулы сөйлемдерде келеді. Соқтан сұраулы сөйлемдерде келеді. Соқтан many бізде тоже бұл жаққа келмейді. A few немесе a few. Few аудармасы аз, a few аудармасы жеткілікті. Көп емес, бірақ жеткілікті. Көп емес, бірақ жеткілікті. Егер сен тіске басар жегің келсе, almonds деген жаңғақтар. Жаңғақтарды ал, тіске басар жегің келсе, аз жаңғақ ал, өте аз жаңғақ ал, немесе көп емес, бірақ жеткілікті жаңғақ ал. Қайсы дұрыс сендердің ойларыңша? Әрине, көп емес, бірақ жеткілікті жаңғақ ал, егер сен тіске басар жегің келсе. Бұл жауабы дұрыс. The correct question form in past simple. Past simple сұраулы сөйлем жасау керек. Did'тан кейін pack болады, а жауабы қате. Do past simple емес, does ол да бізде past simple емес. Міне did деген past simple, did'тан кейін pack болады. Осы жауабы дұрыс бізде. She was made. Егер бізде пассив бар болса, пассивтан кейін инфинитив болады. С жауабы дұрыс, to attend. Так, the correct reported question. Do you have a criminal record? Алдыңғы талдауда түсіндіргендей, бұны біз екі түрлі аша аламыз. То есть, мына жақта тырнақша сыртында ештеңе жазылмаған. Егер тырнақша сыртында ештеңе жазылмаса, егер тырнақша сыртында present simple болса, онда біз екі түрлі аша аламыз тырнақшаны. Екі түрлі аша аламыз. То есть, біз аша аламыз. He asks if I have, he asked if I
Present simple, past simple болып кетеді. If I had. He asked if I had. Осы екі жауаптың біреуін іздейміз. He asked. Так, she екен ғой бұл жақта. Окей, түсінікті. If she has. He asked if she had. If she had. Мына жақта бастауыш болу керек. If-тан кейін. If-тан кейін бастауыш болу керек. Оразалардың қабыл болсын. Ұмытып кеттім ғой айтуға. If she had a criminal record. Міне, a criminal record. Мына жақта артикль дұрыс емес тұр. Міне, she had a criminal record. Осы да жауап бізде дұрыс. If you will. Так, қараңдар. Мен тақырыпты түсіндірмеймін. Себебі мен білемін, бұл тақырыпты ешкім түсіндірмеген. Ешкім түсіндірмейді да бұл тақырыпты. Курста бар бұл тақырып. Мен оны түсіндірмеймін. Но біз шамамен намектап беремін сендерге қалай бұл болатынын. Бізде мынандай кондишндар бар. Кондишндар мағынасы бойынша төртке бөлінеді. Даже кондишн емес, олай айтайық. If сөйлемдер. Сендерге намек. Бұл кондишн емес. Бұл if сөйлемдер. If сөйлемдер төрт түрге бөлінеді. Мағынасы бойынша. Білмейсің ба? Мен сені құттықтаймын. Элит топта бар ол. Бірінші наурыз талдауында, элит топ талдауында осы тақырыпты мен түсіндірдім. Именно сөйлемді аударайық. If you will go on ignoring our letters, we will have to ask matters further. Егер сен біздің хаттарды елемейтін болсан, онда біз мәжбүр боламыз белгілі бір іс-әрекеттерге баруға. Қорқытып жатқан ол. Бұл бізде не? Certainty, сенімділік, insistence, табандылық, осылай аударғанда possibility, мүмкіндік, a polite request, талап немесе шарт болып тұр. Қайсы бізде болады екен? Окей, қарайық енді. Бұл жақта бізде polite request деген жауап қате, себебі бұл адам сыпайы түрде еш нәрсені сұрап жатқан жоқ. Соқтан ол бізде polite request емес. Possibility деген мүмкін. Бұл жақта мүмкін андай деген нәрсе ондай да жоқ. Бұл жақта прям нақты. Егер сен бұлай істесең, біз бұлай істейміз. Соқтан сіз жауабы да болмайды. Certainty, бұл сенімділік. Бұл жақта сенімділік жоқ. Өйткені мүмкін бұлай болады, мүмкін бұлай болады. Ол әлі түсініксіз. Ол арғарай игнор етпеуі да мүмкін. Осылай. Енді қараңдар, insistence пен request-ның айырмашылығы неде? Insistence пен request екеуі ұқсас болып көріну мүмкін. Екеуі де андай болып көріну мүмкін. Сен бүйтсең, мен үстем. Но insistence пен request-ның айырмашылығы неде? Insistence, ол сен бұлай істесең, мен саған жаман нәрсе істеймін. Ал request ол, сен жақсы нәрсе істесең, мен де саған жақсы нәрсе істеймін. Мына сөйлем request болу үшін қалай болу керек? Егер сен маған жауап берсең, мен сені мақтаймын, мен саған ақша беремін, мен саған уақыт бөлемін. Позитивқа позитив ол request. Негативқа негатив ол бізде insistence болып табылады. Certainty-ді мен көрсеткем элит топ сабағында, талдауында. Тағы да біреу бар бізде, оны да аты жоқ оның, атын айтпаймын оның. Негізі төртеу, бұл жақта possibility болмау керек. Possibility-ның орнына басқасы болу керек, төртіншісі. Оны айтпаймын, оны білесіңдер, ол жеп-жеңіл. Ол ең жеңілі. Құдайға шүкір, оны мына жақта түсіндіру керек емес. Ол бізде ана әріпке басталады, қазір айтамын, қай әріпке басталады. А деген әріпке басталады, А деген әріпке басталады, ол easy. Ол easy. Бізде тағы біреу бар, U деген әріпке басталатын, ол да тоже easy. Оны білесіңдер. Кеттік. She applied for the job. Тура, екінші деңгейдің кітабындағы сөйлем. Ол оны жұмысқа алды. Ода жеткілікті
тәжірибе дипломдар болмағанына қарамастан, despite ол noun, pronoun және ing мен жүреді. Unless ол conditionда жүреді, бірінші conditionда жүреді. Even though қарамастан, however алайда. То есть алайда ода болмады, жеткілікті тәжірибе дипломдар, оны жұмысқа алды. Немесе ода болмағанына қарамастан, оны жұмысқа алды. Әрине қарамастан. Осыға жауап бізде дұрыс. Кетті келесі. The film was than its prequel. Мына жақта міне than деген тұр. Than деген салыстырмалы дегенді білдіреді. Good деген салыстырмалы емес. Best деген салыстырмалы емес. Better and better received. Жоқ, better and better бұл салыстырғанда қолданылмайды. Ол қолданылмайды. Салыстырғанда бізде міне салыстырмалы сын есім қолданылады. Жауап бізде дұрыс. Егер екі зат есім қайталанса, ол екі затты салыстыруда қолданылмайды. Осыған назар аударайық. То есть екі салыстырмалы қайталанады, то есть better and better, worse and worse, smarter and smarter деген сияқты салыстырмалы екеу қатарынан келсе, and деген бармен. Ол екі затты екі адамды салыстырғанда қолданылмайды. Екі затты екі адамды салыстырғанда бір салыстырмалы сын есім қолданылады. She is better, she is smarter, I'm better, I'm smarter, I'm stronger. Ashley, look at me. Кеттік. The correct sentence in the passive voice. Passive voice табуымыз керек біз. Twilight. Ол бізде жекеше. Twilight, by деген тұрса пассив керек мына жаққа. Twilight ол бізде жекеше. Соқтан міне бір жауабы дұрыс. Міне жекеше, by, пассив барлығы өз орындарында тұр. Келесі. The correct particle, Newton came up. Мен жауабын айтып қойдым ба? Yeah. Come up with, ол бір нәрсені ойлап табу, бір заңдылықты ашу, бір жаңалықты ашу. Сол кезде come up with деген фразалық етістік қолданылады. Соқтан come up with. То есть идея up деген үстіге, идея былай адамның басында лампочка сияқты үстінде пайда болады. Түдің деп. Соқтан up деген үстінде, идея тоже үстінде пайда болады. Так, these gloves are possessive pronoun. Б болмайды. Це жауабы theirs болу керек. The object pronoun. Possessive pronoun бұл жақта біреу, ол міне mine дегеніміз. Так, I'm bored of waiting here, said Рахым. Так, мына жақта міне өткен шақ. Соқтан тырнақшаны ашатын болсақ, am, ол бізде тырнақшадан шықса, бізде was болып кетеді. Was болып кетеді. Told that he was bored. Told he was bored. Said he was bored. Said he was bored. Қайсы дұрыс болады екен? Так, қараңдар, say мен tellдің ережелері бойынша, tellдан кейін, tell ол нақты біреуге айту. Tellдан кейін бізде object pronoun болған дұрыс, немесе адам болған дұрыс. Told me, told her, told my mom, told my dad деген сияқты. Соқтан мына жақта нақты адам болу керек. Жауап болмайды. Соқтан Б жауабында да нақты адам болу керек. Соқтан Б жауабы да болмайды. Осы себепті Д жауабы дұрыс. Said he was bored of waiting there. Егер бір адам жай ғана айта салса, әдетте say қолданылады. Егер нақты біреуге айтсақ, ол кезде tell қолданылады. The sun behind the gray clouds. Сұр бұлттардың артында күн не істеді? Күн тығылды. Ой, жоқ болып кетті. Disappeared. Disappeared жоқ болып кету. Келесі. I'm guilty of committing the crime. Мына тырнақшаны ашу керекпіз. Мынау бізде тырнақшаның ішінде ашу керекпіз. M артқа барса бізде was болады. He was guilty of committing the crime. Told us he was guilty. Told us that he was guilty of committing the crime.
then деген тұр екен ғой, иә, міне көріп тұрмын. That болу керек. That he was guilty. That he was guilty. He was guilty. Мына then деген болмайды reported speech-та. Сондықтан бір жауабы да жоқ. So he told us that. Examples of compound nouns дейді. Working on ол compound noun емес. Working out ол да compound noun емес. Weapon ол да кәдімгі бір түбір. Website болады, иә, web және site ол compound noun. Dining room міне dining және room. Washing және machine ол бізде compound noun. Workout ол compound noun емес. Ines ол да бізде суффикс. Сондықтан С жауабы бізде дұрыс. Үшінші condition дейді. А жауабы міне perfect. И мына жақта past perfect болу керек үшінші condition үшін. She hadn't. Б жауабы міне perfect. И міне had'тан кейін етістігіш керек. Hadn't visited. She hadn't visited. Келесі С жауабы would-тан кейін pack болу керек. Wouldn't have. Wouldn't have. И міне wouldn't have realized. Hadn't visited. Осы да жауабы бізде дұрыс. Так, кеттік. The correct preposition. You're expected to arrive at school time. On time, at time, for time, in time. Уақытында мектепке келу керек, кешікпей мектепке келу керек. Сондықтан on time бізде болады. On time, in time айырмашылығы мен телеграм группамда бар. Ана іздейтін жеріне басып, in time, on time деп жазсаңыздар, ол шығады. Сол кішкентай мақала айырмашылығын түсіндіріп жатқан. Давайте даже қазір көрсетейін. Так, кеттік. Some people like relaxing holidays, but look for an adventure. Кейбір адамдар ғанандай демалатын демалыстар ұнайды, бірақ басқалары іздейді бізде шытырман оқиғаны іздейді. Басқалар. Басқалар, біріншіне ол көпше, басқалар көпше. Әңгіме people көпше, мына жақта да көпше. Соқтан the other one жекеше. Another ол да бізде жекеше. Others ол бізде көпше болып табылады. Бірақ the others ол нақты басқалары. Нақты осы басқа оқушылар. Мысалы біз сынып туралы айтып отырық. Біз айтамыз, сыныпта 10 оқушы көлге барғысы келеді. Бірақ басқалары тауға барғысы келеді. Егер біз осындай нақты басқалар туралы айтсақ, ол кезде the others. Бірақ бізде бұл жақта бүкіл адамдар туралы. Бүкіл адамдардың кейбіріне демалатын, мынандай тыныш демалыстар ұнайды. Бүкіл адамзаттың жартысына, басқаларына шытырман оқиғалар керек. Сондықтан әңгіме бұл жақта нақты адамдар туралы емес, әңгіме бүкіл жалпы адамдар туралы. Осы себепті Б жауабы қате. С жауап бізде дұрыс. Past continuous passive. Past continuous ол бізде was, were, ing. Passive ол бізде be, етістігіш. Сонда was being етістігіш, were being етістігіш. Бұл бізде past continuous passive'ті білдіреді. Міне was being етістігіш. Б жауабы дұрыс. The right option of determiners. They aren't сөйлем болымсыз. Сондықтан міне any деген жауап дұрыс. Все болды, easy peasy. Сөйлем болымсыз, any деген жауап дұрыс. Any болымсыз сұраулы сөйлемдерде жүреді. Tsunami can buildings and destroy ecosystems. Flatten, cause, happen, blow. Так, мынаны да аударайық. Flatten деген жермен теңестіру. Flat деген жазық ету. Cause деген тудыру. Happen деген болу. И blow деген жару, үрлеу,
екеуінің біреуі. Цунами ғимараттармен не істейді? Цунами ғимараттарды жермен теңестіреді. Бұл түсінікті енді. Жазық етіп тастайды. Белгілі бір кеңістікті, белгілі бір локацияны. Соқтан не flatten деген жауап дұрыс. Цунами тудырмайды ғимараттарды. Цунами болмайды ғимараттар. Цунами жарып жібермейді ғимараттарды, үрлемейді ғимараттарды. Ол жермен теңестіріп тастайды. Flat деген жазық, flatten деген жермен теңестіріп тастау. Қиын сұрақ. The correct question in the past simple. Past simple. А жауабы дұрыс. Б жауабы past simple did. С жауабы past simple. С жауабы, past perfect. И Д жауабы present perfect. Б жауабы present simple. А жауабы past simple. Так, Paul did Carol and Angela in the test. Comparative structure. Бізге бұл жақта не істеу керек? Біріншіден, as ортасында салыстырмалы болмайды. Worse деген салыстырмалы, better деген салыстырмалы болмайды. Ортасында кәдімгі сын есім болады, кәдімгі үстеу болады. Кәдімгі формасында, pack түрінде. As good as немесе as well as. As good as бұл сын есім. As well as бұл бізде үстеу. Енді қайсын таңдайды екенбіз? Бізге сұрап тұр. Бұл жақта Пол жасап жатыр. Карл, Энджела сияқты. Именно бұл жақта екі затты, екі сын есім қолданылады. Егер біз екі затты, екі адамды салыстыратын болсақ, бізде сын есім қолданылады. Но бізде бұл жақта салыстырып тұрған жоқ, екі затты. Бірақ бір ойлап қалуы мүмкін. Ағай, бұл жақта Пол, Кэрол және Анджеланы салыстырып жатыр. Жоқ. Сын есім нейро ағылшын 3-ші сабақ бізде болады. To be етістігімен бірге әдетте плюс сезу етістіктері. Сын есім екі жағдайда қолданылады. To be немесе сезу етістіктері. Бізде to be жоқ. Әдетте, егер біз екі адамды, екі затты салыстыратын болсақ, біз to be қолданамыз. Paul is, Paul was, she was, she is, she has been, to be мен бірге қолданамыз. Біз сын есімді. Бізде бұл жақта to be жоқ. Бізде бұл жақта нақты етістік. Әңгіме бұл жақта Paul тестті орындайды. Кэрол және Анджелина сияқты. То есть Paul тестті орындайды. Қандай? Әлде Пол тестті орындайды қалай? Ойлан көріңдер. Әрине Пол тестті орындайды қалай орындайды? Кэрол және Анджелина сияқты. Қалай орындайды? Қалай? Ол міне бізде үстеудің сұрағы. Плюс егер етістік тұрса, әдетте бізде үстеу болады. Міне бір жауап бізде дұрыс. To be болмаса, сезу етістіктер болмаса, әдетте бізде үстеу. Әдетте үстеу. Сезу етістіктері қандай? Білесіңдер, нейро ағылшын 3-ші сабақ. Кеттік. My brother loves playing computer games, prefer reading novels. Так, мынаны алдыңғы талдауда мен көрсеткем. Although, though, even though үшеуі синоним. Үшеуі де қате осы себепті. Соқтан А жауап бізде дұрыс. Все. Так, келесі. The children were very for the babysitter. То есть балалар болды өте қандай well behaved, сондай сыпайы тәрбиеленген. Well behaved тәрбиеленген, сыпайы. Well received жақсы қабылданған. Жақсы қабылданған емес, жақсы тәрбиеленген болды, тәрбиелі болды. The correct reported speech. The correct reported speech. She said that he had to finish his project as soon as possible. Все, түсіндім мына тесті. She said to her, міне, told her he was watching. She said that he was studying. Ол айтты, ол оқып жатты. Менің емтиханыма үшін оқымады. Ол өзінің емтиханына үшін оқыды. For his chemistry exam today. He told, баланс санына келмейді міне. Баланс санына келмейді. Болмайды. Соқтан міне бізде B жауабы дұрыс. He told her that he was watching a documentary. Бла-бла-бла.
қате жоқ, себебі ол жауапта, қалғандар қате. These not possible quantifier, қате жауапты табу керек. These games take up of the computer's memory. Зат есім бұл жақта міне memory. Егер зат есім жекеше болса, ол бізде саналмайтын зат есім. Large amount of саналмайтын, a lot of екеуімен де, a number of саналатынмен жүреді, a great deal of саналмайтынмен жүреді. Қайсы қате? Қате әрине міне с жауабы, себебі memory саналмайды, a number of саналатын көпше зат есімдермен жүреді. Соқтан с жауабы қате. The right phrasal verbs. If you know the answer, you should your hand. Егер сен жауапты білсен, қолыңды көтере ғой. You should put up your hand. Әрине де жауабы дұрыс. Так, the children were very behaved for the babysitter. Жаңағы сұрақ. Міне behaved. Даже подсказка тұр бұл жақта. Ой. Кетті міне well behaved. Мына сұрақта behaved деп тұр. Демек, алдыңғы сұрақты егер сен тупит етсен, мына сұрақты, пожалуйста, ана жақта соңында behaved болу керек. Алдыңғы сұрақ тупит етіп жатсаң, міне behaved, алдында well. Екеуі бір-бірімен келді. Жастар қосылды сомен. С жауабы дұрыс well behaved. Бірақ шын ғашықтар қосылмайды. Кеттік. Так, мынау мәтін. Все, кеттік. Паузаға қойып алыңдар, скриндап алыңдар, оқып алыңдар. Мен талдайын. The light is provided during the day by. Күндіз жарықты қайдан алады? Mirrors, glass plates, glass bottles, sunny bottles. Күндіз жарықты қайдан алады? Так, іздейік бұны. Жарық, күндіз дегенде іздейік. Міне light during the day, то есть жарық, күндіз. Ол не бізде? Ол бізде міне beautiful bottle walls. Осы бізде жарықты береді. Glass bottles, міне glass bottles. Осы жауап тұр. Sunny емес. Plates емес. Glass bottles. Mike's earthship is protected from the cold by. Марктың үйі суықтан қалай қорғанады? Так, мына жақта бар ма? Так, ол мына жақта керек демек. Міне from the cold, міне суықтан қалай қорғанады? The rubber. The rubber деген не? Ол бізде old car tires. Міне, то есть осы резина, tire деген покрышка, шина, машинаның колесіндегі шина, ол резинадан жасалған. The rubber деген резина болып табылады. Соқтан tires, осы, колестерден ол қабырға құрастырды. Осы резина қорғайды үйлерді суықтан. То есть резина, міне tires, осылардың біреуі. Соқтан міне old car tires, міне. Осы жауап дұрыс. Өсімдіктер қорғамайды суықтан, металл қорғамайды суықтан, мыңдаған бутылка суықтан қорғамайды. Суықтан қорғай жаңағы резина, немесе машинаның покрышкалары. Mike and his organization help people. Так. Mike and the Earthship organization to help people all over the world. Қалай көмектеседі енді? They taught them how to build safe, new homes quickly and cheaply. Safe, quickly, cheaply. Safe, quickly, different емес. Safe, quickly, expensive емес. Safe, slowly емес. Safe, quickly, cheaply. Анау сияқты болды ма? Топ 5 машин деген. Топ машин.
His plants are grown in the south part because өсімдіктері өседі оңтүстікте, өйткені неге оңтүстікте өседі өсімдіктер? Так. They also create the perfect temperature for growing all kinds of fruits and vegetables. Вот әдемі сұрақ болушы еді. Не жасайды күшті температураны өсімдіктерге? Вот прям вообще қадалушы едіңдер. Не жасайды жақсы температураны өсімдіктерге? Beautiful bottle walls. Larger front windows. Larger front windows. Күшті температураны жасайды өсімдіктерге. Және осы себепті өсімдіктер, plants, қорғалған жауын ауа райынан, то есть олар оңтүстікте. Mike wants to protect them against bad weather. Жауабы. То есть жауап қайда? Мынаны тауып аламыз мәтіннен. His plants grown south дегендердің біреуін plants деген таптым, мәтіннен таптым. Жауап сол сөйлемге дейін екі сөйлем. Или жауап сол сөйлемнен кейін екі сөйлем. В общем, жауап сол 5 сөйлемнің ішінде. Сол сөзге дейінгі екі сөйлемнің біреуінде, сол сөздің өзінің сөйлемінде, немесе сол сөз тұрған келесі екі сөйлемнің біреуінде. Осы 5 сөйлемнің біреуінде жауап тұрады әрқашан. И жауапта bad weather деген тұр, bad weather деген тұр, иә. Мынандай нәрсе жоқ. Күннен қорғағысы келмейді. Жаман ауа райынан қорғағысы келеді өсімдіктерді. Соға жауап дұрыс. Негізгі хабарламасы Майктың әлемге ұстануға осы өмірді, мусорды тоқтатуды, жер мусорын көбейтуді, то есть landfill деген не? Ол мусорды алады да жерге көміп тастайды. Соны landfill дейді. Бізде ондай жоқ, енді мен оқыдым. IELTS-та ондай мәтін бар. Британияда бар landfillдар. Ол жақта көп екен. И қайта өндірісті бастау. То есть мусорды аласың, оны қайта өндіресің. This is exactly what Mike wants us to see. То есть негізгі оның қалауы, негізгі оның айтқысы келетіні ол мусорды тоқтату және қайтадан қолдану мусорды. Маған қызық бұл жақта жауап, себебі stop waste, stop wasting деген жауап тұр. Тұр. И start recycling ол да тұр. То есть Ц-ға те, А-ға те, екеуі де мәтінде тұр. Соқтан жесткий сұрақ бұл. Но мағына неде? Бүкіл мәтін бойы ол көрсетеді қалайша ол ескі заттарды алып, соларды пайдалы түрде қолданып жатыр. Осыны көрсе. Stop wasting ол именно вообще мусор тастамау туралы. Recycling ол ескі заттарды алып қайтадан қолдану. Ол мысалында өзінің үйінде соны көрсетеді. Мен ескі заттарды алдым, мен оларды қайтадан қолданып жатырмын. Сондықтан оның негізгі айтқысы келетіні бүкіл мәтінде. Бүкіл мәтін не туралы? Қалай ол ескі заттарды алды, солардан күшті үй жасады. Ол не істеді? Ол қайтадан қолданды. Recycling деген осы қайтадан қолдану. Сондықтан осы жауап бізде дұрыс. То есть мәтін осы туралы. Мәтін осы recycling туралы. Келесі. Так, мына мәтінді паузаға қойып, скриндап асықпай оқып алсаңдар болады. Кеттік. Мына сұрақты істейік. A very important part to get a healthcare profession. A very important part in healthcare profession, training. What was it? Training. Funds for the HAPTEL projects were attracted from. Funds деген ақша, то есть HAPTEL жобаларына ақшаны қайдан алды? Ақша, HAPTEL деген нәрселерді іздейміз енді. HAPTELдар көп. Так, оны жақта ма или? Жоқ, міне тұр мәтінде. Funds, attract funds, attract funds, HAPTEL, research councils. Жауап бізде various research councils. Жауап бізде да болып табылады. Easy peasy.
One major benefit is of using virtual teeth instead of real teeth for training. Негізгі плюс дейді, шынайы тістің орнына виртуалды тісті қолдану. Бұл не? Соны іздейміз. Şimdi Haptel деген тема нәрсе, мәтін вообще күшті. Прям менде мен ойымша міне, то есть шынайы тіс ол өте көп мусор жасады, міне тұр. Massive amounts of waste. То есть шынайы тіс ол өте көп мусор жасады. Ал виртуалды тіс оған мусор жасамайды. Сондықтан негізгі артықшылығы осыда. Ол бізде А жауабы reduce, мусорды азайтады. Б жауабы мусорды көбейтеді. Мусорды жаңадан жасайды, мусорды әкеледі. Әрине, виртуалды тіс ол мусорды азайтады. А жауап бізде дұрыс. The Haptel project aims. Haptel project'ің мақсаты қандай? To promote the video. Так, іздейік бұны. Міне как раз тұр. The Haptel project was developed to create a new virtual learning system that includes virtual reality and sensation of touch. Promote the development of virtual simulations. Коллаборация туралы емес бұл жақта. Жаңа виртуалды үйрену системасы, осы. Міне, a new virtual learning system. Міне тұр, жауап. Осысы жауабы дұрыс. Немесе сендер былай істесеңдер болады. Мына жауаптардың қайсысы мәтінде бар, қайсысы мәтінде жоқ. Осылайда өздерін тексерсеңдер болады. Міне, virtual simulation деген нәрсе мәтінде бар ма? Ондай жоқ. Коллаборация, бірлесіп жұмыс істеу, ондай жоқ. Dental education'ды жақсарту, ондай жоқ. Міне, прям сөзбе-сөз, a new virtual learning system. Міне, to create a new virtual learning system. Міне, сөзбе-сөз бізде тұр. Соңғы сұрақ, students practice their skills using the Haptel systems by working. Студенттер жаттығады, осы Haptel жүйесінде қалай жаттығады? Бір-бірімен виртуалды әлемде, шынайы тісте, шынайы адамдарда. Үшін ең басына қайтып келеміз. Haptel бұл бізде виртуалды система, міне virtual reality, то есть бұл виртуалды әлемде. Қалай виртуалды әлемде тіс болашақ стоматологтар, олар очки киіп алады, и сол очкида олар реальный тіспен жұмыс істеп жатады. Олардың құралдары реакция береді, олар шынайы тіспен жұмыс істеп жатқанда, яғни зыт деп қарсыласады құралдары. Haptel деген осындай система, күшті система ол. Сондықтан бізде міне ол жұмыс істейді, Haptel системасы виртуалды әлемде. Шынайы тіспен істемейді, шынайы адамдармен істемейді, бір-біріне студенттер істемейді, стоматологтар. Олар жаңа виртуалды әлемде істейді. Окей. Все окей, 290 лайк, келесі талдау. Барлықтарына рахмет, сау болайық.